Күздің екінші айы Темір Прайд жауынгерлік клубының тәрбиеленушілері үшін өте жемісті болды. Олардың алғашқы жеңісі Алматы қаласында греплин күресінен өткен турнирде бастау алды. Онда Вадим Брамонтовтың оқушылары түрлі номинациялар бойынша 28 марапатқа ие болды. Особо хотел бы выделить. Бұл жарыста спортшыларымыз жақсы ойын көрсете алды. 8 бірінші орынды иелендік. 13 және 14 қазан күндері қатарынан 2 жарыс өтті. Қарсыластарымыз өте мықты спортшылар болды. Бірақ оған қарамастан, біздің боксшылар өз шеберліктерін жоғары деңгейде көрсетті. Я выступал весовой категории 45 килограмм. Мен 45 келі салмақта өнер көрсеттім. 3 жекпе-жек өтті. Бірінші жекпе-жекті 6 секунд ішінде аяқтадым. Барлық жекпе-жекті жеңіп шықтым. Спортшылар үшін кезекті жеңіс балалар арасында өткен алғашқы ережесіз жекпе-жекте орын алды. Еске сала кетейік, Қарағанды облысының чемпионаты Қазақстанда алғаш рет өткізілді, бірақ бұған қарамастан Темір Прайд клубының 2 сарбазы тамаша нәтижелер көрсетті. 2 спортшы Абдулла және Абдулкарим Мустаевтар жеңіске жетті. 10-11 жас аралығындағы топта Абдул Мусаев өнер көрсетті. Ол 2 жекпе-жек өткізді, екеуі де мерзімінен бұрын аяқталды. Что хочется сказать? Жекпе-жек өте тартысты әрі қызыққа толы өтті. Қарсылас спортшылар да оңайшылықпен берілмеді. Жарыс бірінші кезең және шешуші кезеңнен тұрады. Жарыстың ең жас қатысушыларының бірі Абдулкерим Мустаев. 8-9 жас аралығындағы қатарында 2 кездесу өткізді. Алғашқы жекпе-жекте жеңіске жеткен спортшы екінші кезеңге жарақатынан болып шыға алмады. Осылайша Абдулкерим балалар арасында алғашқы ММА турнирінің жеңімпазы атанды. Я пошел на соревнования по ММА. Мен ережесіз жекпе-жектен жарыста 2 рет күрестім. Бірінші жекпе-жек қиын болғанымен, екіншісі ауыр болмады. Жаттықтырушыма алғысымды білдіремін. У меня было 2 жекпе-жек өткіздім, екеуінде жеңдім. Осы спорт түрімен айналысып жүргеніме 4 жыл болды. Ең алдымен жаттықтырушымызға алғысымды айтқым келеді. Бұл уақытта Алматыда еркін күрестен халықаралық турнир өтіп жатты. Темір Прайд клубында 10 спортшы өнер көрсетті және олардың 7-еуі үйге жеңіспен оралды. Выступление удовлетворен полностью. Спортшыларымыз қанағаттандырарлықтай нәтиже көрсетті. Бізде аталмыш турнирлер жиі өтіп тұрады. Сол себебі спортшыларымыз қателіктер көп жібере қойған жоқ. 21 қазан күні Қарағандыда панкратион күресінен алғашқы ашық чемпионат өтті. Темір Прайд күрес клубының жігіттері аталмыш сайыста да өнер көрсетті. Осы турнирде 12 адам қатысып, олардың әрқайсысы жеңіс тұғырынан көрінді. Әрине, сайыс болған соң қателіктер болмады деп айту қиын. Қазіргі таңда жаттықтырушылар барлық қателіктерді жою мақсатында дайындық жүргізуде.